Қайырлы таң баршаңызға. Мен кезекте бүгін жүретін жүрісімнің нормасын орындап, бақытты болып келе жатырмын. Өзімді жеңгенім үшін, өзімді таңертең сағат 5-те тұрғызғаным үшін, сонда керемет күш алып келе жатырмын. Ең мықты адам өзін өзі жеңгені. Таңертеңгі мына парктың ішінің иісінің ауасын енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тек алғыспенен жүрдім әр демді. Мына иісті сезгеннің өзі кәдімгі ауылдағы бала күніміздегі бізде алма бағы бар етін. Қай жақта тұрмасақ та бізде алма бағы болатын. Сол алма бағының иісі, ағаштардың көктің иісі қандай керемет, неткен ғанибет. Аллаға сансыз шүкірлер, ұйықтатпай осы уақытта тұрғызып мені осындай мүмкіндікті сездірген үшін. Сондықтан ұйықтамаңыздар, ерте тұрыңыздар, өздеріңізді жеңіңіздер. Мүмкін сіздер ойлайтын шығарсыздар, ой, ерте жату керек ол үшін деп. Иә, ерте жату керек, дұрыс айтасыз. Бірақ мен кеше сағат 2-де жаттым, 5-те тұрдым. Күндіз бүгін көзімді іліп аламын, 1 сағаттай, 40 минутпен 1 сағаттың аралығында. Жалпы оның барлығы бізде Құранда бар қыздар. Бізде хадис бойынша қалай сүннет, таңертең таң намазына тұр дейді. Таң намазынан кейін ұйықтама. Күн шыққаннан кейін, таң намазынан күн шыққанға дейін, және де ары қарай күн шығып жұмысың басталып біткенше жүр. Ұйықтама, дұғаңды оқы, тілеуіңді тіле дейді. Күндіз 5 намазыменен 2 намазының арасында 15 минутпен 1 сағат аралығында көз іліп ал дейді. Одан артық керек емес, 1 сағаттан артық көп болып кетеді, басыңызды ауыртып. Және кешкі құптан намазынан кейін жатып ұйықта дейді. Ұйықтайтын кезде ұйықтау керек, жүретін кезде жүру керек. Алла тағала ешқандай бір жаман нәрсе немесе ыңғайсыз нәрсе жасамаған. Осы хадисте жазылған нәрсені біз қаншама ақшаға сатып алып, сол тәртіпті үйренеміз. Және де тамақ ішу. Орыстарда өте жақсы сөз бар. Если хочешь изменить свою жизнь, начни с дисциплины тела. Өз денеңнің дисциплинасынан баста дейді. Өзін өзі жеңген адам ең мықты адам. Енді әлемде оны жеңе алатын адам жоқ деген сөз. Себебі адам өзін өзі жеңді. Сондықтан ол бірден бір Эверест тауына жүгіріп шығу деген сөз емес. Күнделікті кішкене ғана қадамнан бастаңыз. Бір күнге дедлайн қойыңыз, бір күн жасаңызшы. Одан кейін бір күн таңнан кешке дейін күніңіз өтті, соны жасадыңыз. Енді кешке қарай жатарда бүгін жасаған нәрсеңізді 3 күнге созыңыз. Мен осыны 3 күн жасауға күш қуатым жетеді. Мен осыны жасаймын, уәде берем, өзіме өзім уәде беремін деп. Біреудің алдында жасандылықтың да қажеті жоқ. 3 күнге жеткізіңіз. 3 күннен кейін, 3 күнге шыдағаннан кейін адамның ағзасы үйрене бастайды оған. Қазір қыздар шілде айында нағыз мына дәрумендердің, витаминдердің піскен кезі, нағыз таза кез. Сондықтан осыны алып, қазір қарбыздар пісіп жатыр. Дұрыс тамақтаныңыз. Ақылды ішек деген түсінік бар. Мен жалпы денсаулық туралы неге айта берем? Себебі менің әкем өте мықты хирург болған кісі. Анам өте мықты педиатр. Папам главврач болған. Өмірден озғанда ерте кетті, папам жүректен кетті. Сонда папама шетелден адамдар келіп емделетін. Барлық қаншама, енді мен білмейтінім қанша, әрине, бірақ есінде қалған қаншама пациенттермен көз алдында өтті. Қаншама науқастардың проблемаларын тыңдаумен өстім мен. Сонда ойлайтынмын, бәріне де папамның айтатыны жаңағы тамақтану, кез келген аурудың алдын алуға болады, егерде уақытылай онымен дұрыс тамақтанса, дұрыс оған көңіл бөлсе, назар аударса. Және папамның айтатыны бойынша адамға ауру 2 жолмен келеді. Ол ауру болмас үшін адам
жоғарғы және төменгі аузына ие болу керек дейді. Осы екі жолмен адамға ауру келеді. Ешқандай жаман нәрсені жақындатпау керек және жаман нәрсе шығармау керек одан деп. Тағы да мынандай түсінік бар. Біз не жесек, біз солмыз дейді, орысша айтқанда. Мы есть то, что мы едим. Мен оны басқаша айтар едім. Біз жеген тағамменен біздің бойымыздан шыққан қоқыстың арасындағы қалған дүние, бойымызда қалған дүние, біз солмыз деп айтар едім. Сондықтан ауызға салатын кезде не нәрсені болсын, аузымызға салғанда не салып отырмын? Бұл қаншалықты маған пайдалы және менің мақсатыма жеткізетіндей ме, әлде мені жолымнан тайдыратын, кері алып кететін дүние ме деп назар аударайық. Шектің жұмыс жасау жолдары адамның тағдырын жасайды десем де болады. Себебі ол денсаулыққа өте денсаулыққа пайдалы және денсаулық тәуелді шектің іш құрылыстың жұмыс жасауынан. Қалай? Мысалы қараңыз, ағаш делік, міне мына ағаштар. Ағаш неге ұқсайды? Ағаш қасыққа ұқсайды. Қасық секілді. Сабағы бар, оның сағағы бар және жапырақтары, бұтақтары бар, Неге қасыққа ұқсайды деп біз деп оны қабылдаймыз. Себебі біз оны көзбен көреміз. Адам көзбен көрген нәрсе, көзбен көру арқылы қабылдайды. Сондықтан егер қарап отырсақ, мына ағаштың түп тамыры жоғар жақтағы бұтақтарынан кем емес, одан үлкен болмаса. Ал адамның ағзасы, организмі, көзге адам қалай сырт бейнесімен көрінеді, соны ғана көреміз. Егер адамның ішін біз УЗИ арқылы көретін болсақ, ол 3D секілді көрініс болатын еді, сондай етіп көретін болсақ, онда ешкім артық да тамақ, қажетсіз де тамақ жемейтін еді. Тіптен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі қалай айтқан? Ас ішіңдер, ешқандай тамаққа тыйым салуға болмайды. Халал тамаққа, харам емес. Бірақ тамақ ішкенде асқазанның 30%-ын тамаққа, 30%-ын суға және сол сумен араласқан тамақты қорытуға арналған 30% ауамен толтырыңдар деген. Адамның асқазаны 2 литрге дейін суға, мысалы 2 литрлік банк секілді созыла береді. Айтып отырмын ғой, папаларым дәрігер болған кезде отравлениемен түседі, неше түрлі түседі. Сонда балаларға су ішкізетін папа. Асқазанын жуу үшін ауылдық жерде болатын, ол уақытта енді больницадағыны есімде жоқ, қалай болғаны. Оны жаңағыдай клизмасы, катетры бірдеңемен жуып жататын шығар. Үйде өзіміз бірдеңемен жаңағы отравление болып қалса, уланып қазақ бір нәрсемен. Онда жасөспірім кезінде мен 5-ші класты бітіргенде папам дүниеден өтті. Сонда 5-ші классқа дейін соны жасаған папа. 2 литрлік су ішкізетін. Симайтын, лоқ шығып кетеді, іш дейтін. Сонда мен түсінгенім бойынша адамның асқазаны 2 литрлік банкіге дейін, сондай мөлшерге дейін созыла береді екен. Баланың өзінің асқазаны. Мен іше алмаймын деген ол жай сөз. Папа кәдімді үш деп тұрып ішкізетін. Содан кейін жаңағын ішкеннен кейін содан кейін тазалайтын. Сол секілді тамақ ішіп отырған кезде қасықтап, кесемен ішіп отырғанда біз байқамаймыз ішімізге қаншама нәрсе салғанымызды. Өзіңіз мысалы қарап көріңізші, 3 литрлік банкіге не аузыңызға салдыңыз, соны 3 литрлік банкіге салып отырыңыз. Сонда су ішсеңіз, 1 литр су ішсеңіз, үстіне 1 литр су құйыңыз. Ал енді қараңыз, сіздің асқазаныңызда қаншалықты тамақ бар. Мен ашпын деген мына миымызбен ойлап тұрған дүние. Адам аш болмайды. Әсіресе әйел адамдар. Әйел адамның ішінде қарында май жиналады. Неге? Себебі әйел адам бала көтеруге, жалпы табиғаттың жаратылысы сондай, бала көтеруге бейімделген. Баласының жүкті кезде балаға қорек, анасының асқазанынан келе алмай қалған жағдайда ішіндегі майлармен қоректенеді. Аш қалдым, дірілдеп бар жатырмын деген ол бос сөз. Мен жүктілер туралы айтып отырған жоқпын. Біздің ағзамыз, жалпы асқазандағы тамақ, қыздар, 24 сағат қорытылады. Неге оразаны мысалы таңнан кешке дейін жегізбейді? Ішкен тамақ қорытылсын деп жегізбейді. Бұл
кәдімгі Аллах тағаланың бізге берген нығметі, мүмкіндігі, соны пайдалануымыз керек. Біздің бойымызда тамақ жоқ кезде қарнымыз ашып тұрады ғой. Асқазаныңыз ішіңізге қойсаңыз, асқазаныңыз үстінде қолыңыз тік деп тұрады, сол уақытта асқазаныңыз әлсіреп осы өліп бара жатқан жоқ қыздар. Дәл сол мезетте асқазаныңыз сіздің бойыңыздағы майлармен қоректеніп жатыр деген сөз. Міне, майлар қайда кетіп жатыр, қалай олардан арыламыз. Сондықтан майлы нәрсе жемесем қарным ашады деген бос сөз. Майсыз нәрсе жеңізші, дәл қазір шілде айында рахат. Мен нелерімді ашсам, архив, осы Инстаграмда сторис деген қай жылдан бастап пайда болды? 2018-ден бастап пайда болыпты. Содан бері осы уақытта менде үнемі детокс. Міне сол себепті қыздар, Аллаға сансыз шүкірлер. Асқазан ауру, бауыр ауру, бірдеңе ауру, кекіремін, секіремін деген ешқандай менде тфай-тфай. Аллаға сансыз шүкірлер. Альхамдулилла қыздар, онда еш проблема жоқ. Кезінде, бала күнімде менде хронический гастрит деген диагноз болған. Ол диагноздан мен толыққанды осы детокс арқылы тазаланғам. Ол жайлы мен сіздерге ертең тікелей эфирді айтып беретін боламын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз берекелі өтсін. Мен осындай керемет қуанышты, сәтімді, энергиямды сіздерге жолдағым